Бәріне сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге маңдайдағы әжімдер қалай пайда болатынын көрсеткім келіп тұр. Жалпы әжімдер қалай пайда болатынын көрсетемін, бірақ та бір конкретный примерді алатын болсақ, осы маңдай бұлшықеттердің жұмысымен әжімдердің қалай байланысты екенін көрсетемін. Қарап отқандарыңыздай, мына маңдайдың жұмысы мінекей. Маңдай көтерілмей тұрған кезде осылай болып тұрады. Және де мына қызылмен белгіленіп тұрған область, маңдай бұлшықеттері өстіп қатты көтерген кезде сокращаются, то есть қысқарады. Мінекей көтермей тұрмыз, 0-де тұр маңдайымыз. Және де қатты көтердік 100-ге дейін. 0% көтеріп тұрмыз, 100% көтеріп тұрмыз. Енді бұндай көтерулер неге болады, біз неге маңдайымызды көтереміз? Біз маңдайымызды негізінде әртүрлі әдеттер кесірінен көтереміз арқасында. Тіпті адамдар көбісі өздері байқамайды неге көтеріп жатқандарын маңдайларын. Мысалға, макияж жаққан кезде көтереміз маңдайымызды, көзімізді бояған кезде, бетімізді бояған кезде, тіпті просто эмоциямыз шығарған кезде, жынданған кезде, күлген кезде, таңғалған кезде, сөйлескен кезде адамдармен. Просто әйтеуір өзіміз байқамаймыз әдеттердің кесірінен қалай көтеретінімізді. Это нормально. Және де бұндай осындай маңдайдың ұзындығы, осы маңдай бұлшықетінің ұзындығы, осындай ұзындықты 100%. Тек қана біздің жасымыз 15-16 жаста болған кезде ғана болады. Себебі уже жасымыз 18-ге толған кезде уже біздің өстіп күнделікті қысқарта бергендіктен өстіп, маңдайымыз уже 18 жасымызда осынша қысқарып қалған болады, осынша деңгейге. Былай қарасақ, көзге көрінбейтін өзгеріс, жасымыз 16-да болған кезде маңдайымыз осындай болды бұлшықеті. Уже жасымыз 18-ге келген кезде уже маңдайымыздың бұлшықеті осынша қысқарған. Қарап отырсақ, кішкентай ғана өзгеріс, Бірақ та біз 18-ге келген кезде де бәрібір дальше продолжаем бұлшықетті көтере беруді. Маңдайды бәрібір көтере береміз. Күнделікті әңгіме айтамыз, таң қаламыз, көтере береміз. Боянамыз. Және де уже жасымыз 20-ға келген кезде осынша қысқарып қалады. Қысқарып қалады деген кезде сіздер дұрыстап түсініңіздер. Мысалға деген бізді көтердік қой маңдайымызды қаттылап. Және де түсірген кезде 20 жасымызда. Маңдай тек қана осы деңгейге ғана түсе алады. То есть көтердік түсірдік жасымыз 20 жасымызда. Осыған дейін ғана түсіре аламыз. Біз до конца 0-ге дейін 16 жасымыздағылай түсіре алмаймыз, потому что маңдай уже қысқарып қалған уже өз ұзындығы. Және де жасымыз 20-ға келгенмен де, маңдайымыз қысқарғанмен де біз дальше күлеміз, сөйлейміз, жылаймыз, күлеміз, боянамыз дегендей әдеттеріміз біздің тоқтамайды. Біз дальше маңдайымызды көтере береміз. Жасымыз 30-ға келген кезде уже маңдайымыз осынша қысқарып қалады. Негізінде әр адамда мына қысқару деңгейі әртүрлі болады. Кейбір қыздарда уже 13-14 жасында маңдайларында әжім болады. Потому что олар ерте көтеріп, олар сондай. Мүмкін олардың отбасында аналары маңдайын көтеріп сөйлейді, бұл да отбасыға да байланысты негізінде әдеттер. Біз көргенімізді істейміз ғой. Поэтому уже 13 жасында уже кейбірлерінде әжімдер пайда болады маңдайларында. Кейбірлерінде 20 жасында да әлі әжім болмайды, потому что олар маңдайларын көтермейді көбінесе, олардың маңдайлары неактивный, то есть кейде ғана көтереді маңдайларын. Бірақ та бұл среднем осылай болады. Жасымыз 30-ға келген кезде уже осынша қысқарады. Бірақ біз жасымыз 30-ға келсе де біз бәрібір маңдайымызды көтеріп тоқтатпаймыз. Біз дальше көтереміз, түсіреміз. Бірақ каждый көтерген сайын бұлшықет қысқара береді. Және де көтеріп түсірген кезде осы деңгейге ғана түсіре аламыз 30 жасымызда. Дальше өсіп көтеріп түсіреміз, жасымыз 40-қа келген кезде уже осынша қысқарады. 40 жасымызда. 30 жасымызда осындай болды ұзындығы, 40 жасымызда осындай бұлшықетіміздің ұзындығы. Но мы дальше продолжаем, көтереміз, түсіреміз, әңгіме айтамыз. 50 жасымызда уже осынша қысқарған болады. Біз дальше көтереміз, түсіреміз, әңгіме айтамыз. 60 жасымызда осынша қысқарған болады. 70 жасымызда осынша, 80 жасымызда осынша, 90 жасымызда осынша. Дальше өстіп мүлдем қозғалмай қалады бұлшықеттеріміз, қатып қалады. Сіздер деген мына әжелердің 85-тегі 90 жастағы әжелердің түрлерін көрген болсаңыздар, олардың маңдайындағы әжімдер статичный әжімдер, то есть қозғалмайды уже, қатып қалған. Және де 85-тегі әжелердің түрлерін қарасам, олардың сіздер де байқаған боларсыздар. Мүмкін мысалға олардың осындай бұлшықеттер осынша қысқарған маңдайының, және де олар бір нәрсеге таңғалған кезде, олар бүйтіп, дейді, кішкене ғана.
потом деп қайтып түсіре салады. То есть кішкене ғана өйтіп так дергается вот так, и все, қайтып түседі өйстіп. Потом олар ұйықтаған кезде де осы маңдайлар өйстіп әжіммен жатады өйстіп. То есть у них вот эти морщины никуда не исчезают. То есть кетпейді олар, қайтып не түспейді бүйтіп дальше, иә. Бұл көтергеннен кейін қайтып 0-ге дейін түсіру, бұл тек қана жастардың ғана істей алатын нәрсесі. Жастардың немесе осы миофасциальный, то есть маңдайды терең массаж жасайтын адамдарда ғана болады. То есть мына бұлшық ет қысқарғаннан кейін оны қайтып түсіріп тұру керек. Обратно нужно удлинять мышцу. Енді бұндай бәрінде болады. Бұл тек қана мен осы маңдайдың ғана бұлшық етінде мысал ретінде айтып тұрмын. Бірақ та біздің бетімізде тек қана маңдай ғана бұлшық ет емес, көптеген басқа да бұлшық еттер бар. Мінекей көзіміздің де бұлшық еті өстіп, мінекей көзіміздің де бұлшық еті өстіп қысамыз. Басында жас уақытымызда көзімізді жұмған кезде тек қана кішкене ғана жұма саламыз, иә, кішкене ғана. А дальше уже бір кішкентай бір жел үрсе, шаң көтерілсе, көшеде мен байқаймын өзімнің апаларымды, олар бүйтіп сразу қаттылап жұмады көздерін өстіп. Бұл да уже әдетке айналып кетеді. То есть қаттылап жұмып, уже бұл мышцада, круговой мышцада уже қысқара береді күннен күнге, жылдан жылға. Дәл солай осы еріннің дөңгелек бұлшық еттері де өстіп, мысалға деген біз ернімізді бір нәрсе үрлеген кезде өстіп қысамыз ернімізді. Деген кезде деп, деп, то есть ернімізді бір нәрсе үрлеген кезде, сүйген кезде мына ерін бұлшық еттен өстіп қысамыз. Потом қайтып босатамыз. Потом қайтып қысамыз, қайтып босатамыз. Және де бұл да әдетке айналып өстіп күннен күнге өстіп қысқара береді бұлшық еттеріміз ерніміздің. Және де ерніміз солып қалғандай болады, кішірейіп қалғандай болады. Және де 80-90-ға келген кезде уже ерніміз мүлдем жоқ болады. Себебі уже ішке кіріп кеткен да, уже бұлшық еттер деген тартылып қалған, қысылып қалған. Дәл солай мінекей мышцы смеха дейді, күлген кезде мен өстіп жымиямыз, иә. Жымиған кезде мына бұлшық еттер жұмыс жасайды, мына жанымызда тұрған бұлшық еттер екі жақта. Мінекей қызыммен білгеніп тұр ғой, міне қызыммен жанып тұр, иә. Осы мына бұлшық ет тартылған кезде, қысқарған кезде, мына бұлшық ет қысқарған кезде бүйтіп біз күле аламыз. Өстіп мінекей күлмей тұрмыз, күлеміз. Күлмей тұрмыз, күлеміз, иә. Және де бұл бұлшық еттерді екі жақтан қысқара береді күннен күнге біз күлген сайын. Поэтому мына жерде бетімізде артық тері қалғандай болады. И поэтому носогубка появляются, осындай носогубка пайда болады. Бетімізде бір артық салбырап қалғандай болады. Бірақ негізінде бетімізде ешқандай да артық тері жоқ. Бұл жай ғана осы бұлшық еттер қысқарғаннан кожа артылып қалғандай болады. Мына майымыз бәрі артылып қалғандай. Дәл солай осы скуловой бұлшық еттер де мінекей көтерілді, я қысылды, қысқарды, и біз күлдік үстіге қарата. Жібердік, и қайтып өз орнына түсті 0-ге дейін. Бірақ біз күле береміз, өстіп күле береміз, деп осы бұлшық еттерді қатты қысамыз. И бұл да қысқара береді, жайлап өстіп қысқара береді. Және де әжелердің де өстіп бетте салбырап тұрады. Байқасаңыздар. Мына қасымызды түйген кездегі бұлшық еттер де осылай жұмыс жасайды. Мінекей түймей тұрмыз спокойно, и түйеміз, өстіп қасымызды. И ол да өстіп қысқарып қалады өстіп. То есть бұл жерде бетіміздегі мына барлық бұлшық еттердің барлығы өстіп қысқарады. Смотря по-разному, то есть әртүрлі скоростьпен, бірақ бәрі де қысқарады. Және де енді бұл жерде не істеу керек, бұның алдын қалай алу керек. Мінекей сіздерге тіпті картинкамен көрсетсем де, мысалға мына жердегі бұлшық еттер қысқарса, бетіміздің, аузымыздың айналасындағы бұлшық еттер скуловые, мышцы смеха, бұл осындай жағдай қалып келеді бетіміздің. То есть мына жерде артық кожа қалғандай болады. Мына бұлшық еттер қысқарса, қасымызды түйетін, мына жерде осындай әжімдер пайда болады. Мінекей мына жерімізді қысқарттық, осы бұлшық етті. Осындай әжім пайда болды. Мұрынның үстінде, қастың үстінде, ортасында. Мінекей аузымызды мына ерімізді астыға түсіріп, бүйтіп аузымызды қыса бердік қайта-қайта, иә? Осы бұлшық еттерді напрягать етіп. И вот өстіп аузымыз айналасы жиналып қалады. Мінекей жевательный бұлшық еттер. Біз осы бұлшық еттер ең көп, ең бірінші қысқаратын осы бұлшық еттер әжім бетті кәрі көрсететін. Себебі біз бұлшық еттерді кішкентай кезімізден бастап қолданып келеміз. Тісіміз шыққаннан бері, тамақты шайнап бастағаннан бері қолданып келеміз осы бұлшық еттерді. Күнделікті 3 рет. То есть 50-60 подходтан күнделікті шайнай береміз. Таңертең шайнаймыз тамақты, обедте, кешке. Кейбірлер тіпті түнде не расслабляют их, түнде деген қысып жатады жақтарын.
және де мына жер бірінші, иә, и мына жер бас жақта екі бөлшегі болады жевательный бұлшықеттердің мышцалардың. Және де бұлар қысқарып қалған кезде мына беттің екі жағы кіріп тұрғандай болады. Бүйтіп бетіміз вроде арық емес, бетіміз все-таки өзіміздің бір салмағымыз болады, иә. Мен көп әйелдерде байқаймын, почти барлық әйелдерде осындай болады. То, что беттерінде вроде май бар, арық әйелдер емес олар деген, салмақтары да бар. Бірақ та осы беттердің екі жағына өстіп, екі жағына осы кіріп тұрады кішкене, өйтіп ішке. Вот осы бұлшықеттер қысқарып қалғандықтан. Мінекей еще тағы да жаңағы маңдайдың бұлшықеті қысқарды осы жердегі, иә. И маңдайымыз өстіп жиырылып қалды. Өстіп мінекей. Мінекей просто видеолармен қазір көрсетейін, тағы да мысалдар, чтобы вы проще понимали. Мінекей мына қыз жасы 17-де, то есть 17-ге толып жатыр. Насколько я помню, просто интернеттен алынған бір видео, ютубтан алынған. 18-дегі қыз ба әлде. Мінекей, то есть настолько вот бұлшықеттер деген дамымаған, то есть жап-жас қыз. И мінекей, то есть мінекей маңдайын көтерсе, жай ғана көтеріледі, иә. Ешқандай әжімдер пайда болмайды. Мінекей қасын түйді, мінекей қатты түйіп тұр, иә, қасын қатты түйіп тұр. Мінекей. Бірақ та түйіп болғаннан қайтып жіберді и кетіп қалды легко. Өз орнына түсе қалды. Қатты отак, кішкене 70-80% қатты түйді и 0-ге дейін қайтып түсіре салды дальше. И все. И қайтып не қасын көтерді и түсіре салды. И вот жасты кезде бұның бәрі оңай болады. Себебінде бұлшықеттер әлі не натренированные. Неге түйді қатты қасын. И дальше жібере салды. И все легко. Хотя бұл қыздың да беті активный, то есть мимикасы активный, поэтому бұл да уақытша негізінде. Скоро әжімдер пайда болады бұл қызда. Неге қасын көтерді маңдайын. И түсірді. И вот легко все. И мысалға дальше мына елдің түрін көрейік. Мына елдің түрі примерно 30-дан мүмкін асып қалған шығар уже. Әдемі әйел, бірақ та көреміз мінекей. Мүмкін, точно есімде жоқ, нешеде екен жасы. Бірақ та уже бетінің мысалға мне уже әжімдері уже кішкене пайда болып бастады. Және де мен не көрсеткім келіп тұр. Мінекей қасын осылай не істейді, морщит, қасын. И мына жердегі вот мышцы отвращения, мына мұрынның айналасындағы мына носогубкілері қалай пайда болып жатыр, Мінекей өзі тартады. И вот маңдайы тоже өзі не істейді, қасын түйеді, потом жібереді қасын, мінекей. Бірақ бәрібір қасы кішкене қысарып қалған, қарап отырсаңыз, мына қастың басында кішкене не бар, түйіршік бар. Кішкене уже жиырылып қалған. Түсірсе де уже ана жерде әжім бар, байқап отқанымдай. И қастар уже өз орнына қозғалып кеткен. Мінекей көріп тұрсыздар ма білмеймін, бірақ та мына жерде уже екі жері, қастың мына үстіңгі жақтары кішкене екеуі ісіп тұр уже. Кішкене уже түймешек пайда болған. Уже мышцалар өз орнынан қозғалған. И мына жерде уже носогубканың мышцы смеха, мышцы отвращения бәрі де уже байқап тұрмын, что қозғалып кеткен. И осылай бетімізді не істейді, то есть мінекей мен әдет деген кезде нені айтып тұрмын, мінекей мына қыз, жас қыз вроде, жас қыз. Әжімдері жоқ бетінде. Мына маңдайы болмаса, тек қана маңдайы и көзіңіз түсіп тұр кішкене. Былай қарасақ жас қыз. Носогубкасы бар кішкене. Бірақ та мінекей қарап отқанда мен всегда айтам, что егер де маңдайда әжімдер болса, значит көздің үсті кішкене түсіп тұрады. Бұл деген просто закономерность. Маңдайы әжім қыздар, әжім пайда болса, уже в скором времени, кішкене уақыттан кейін, уже көздің үсті теріс түсіп бастайды. Мына жерде пока еще нормально, көздің үсті кішкене түсіп тұр, байқасаңыздар, кішкене артық тері бар. Кішкене вид такой усталый. Мінекей бүйтіп не спокойно тұр, маңдайы мінекей спокойно тұр. Бұл тиктоктан алынған видео, просто бір қыздың, америкалық тиктоктан алынған бір қыздың түрі. Қозғалмай тұр, маңдайын қозғалтпай тұр, бірақ та уже әжімдер бар. Байқап отырсаңыздар. Және де неге бұндай әжімдер пайда болады? Тіпті мінекей маңдайын
просто тіпті боянған кезде бұл қыз қалай боянады, иә? Маңдайын көтеріп, өстіп кірпігін бояйды. Бұндай енді, может, вы тоже так красите, да? Ну, лучше не надо бүйтіп красить. Лучше бұлай істемеңіздер. Еще аузын ашады. Ну, аузын ашқан еще ладно. Бұл жерде самое главное, ана маңдайды көтергені ең жаман нәрсесі. Өстіп бояйды. И дальше уже не может, уже түсіре алмайды ана бұлшық уже қатып қалған. Неке уже осындай болып, уже әжімдер пайда болған. Бұндай бүкіл жерде бар, мен барлық әйелдерден көремін, но уже другая женщина. Неке көтерді, уже әжімдер бар маңдайында. Фильтрсіз қарасақ, бұл қыз әйел аузын скотчтап жатыр. Аузын скотчтап жатыр, аузымды ашпаймын деп. Бірақ бұл жерде маңдайды скотчтау керек, скорее всего, потому что ол маңдайын көтеріп жатыр. И маңдайға әжім түсіріп жатыр. Видите? Және де бұндай өстіп күнделікті әжімдердің кесірінен бұлшық қысқарады, және де соңында келіп уже мындай болады примерно беттің әжімі. То есть мінеке, мына әжешка уже, білмеймін нешеде екен, просто ютубтан алынған видео. Мінеке, просто мінеке әжешка бір нәрсе айтып отыр, апашка. И қарап отқандарыңызда мінеке, мына жерде артық тері қалып қойған, иә, бетінде. И барлық бұлшық өзінің қысқарғаны көрсетеді уақыт өте келе. Мүмкін қазір байқалмайтын шығар, бірақ та бұның бәрі ұлғая береді. Кез келген кішкентай әжім бірте ұлғайып үлкен әжімге айналады. Мінеке, мына әже уже, мен айттым уже 85 жаста, әжем уже қатып қалады деп. Дәл случай осы жерде уже қатып қалған бұл әжем, түспейді уже. Тіпті мына әже деген көтермей тұр маңдайын, иә? Просто тұр. Бұл әженің қалыпты жағдайы. Она просто разговаривает. И все равно маңдайы түспейді уже. Уже түспейді, уже қатып қалған. Уже түспейді. Осындай жағдай болмас үшін тағы да бір-екі примерлер көрсетейін. Мысалы, мына әйел жас, мына жерге қараған кезде мына әйел жас. Я, бірақ уже әжімдер бетінде бар. И вот смотрим. Неке, маңдайын уже екі қастың ортасында уже екі әжім тұр, иә? Соларды алайық. Неке, және қасын қазір кішкене байқап отсақ. Қай жерде еді қазір? Мен өсіп кейде адамдардың түрлерін өсіп зерттеген жақсы көремін, бір әйелдердің болсын. Неке, түйді и жіберді, иә? Түйді, жіберді. Бірақ мышцы уже қысқарып қалған, то есть бұл түйгенмен де өстіп, қаттылап түйгенмен де, не түйді, жіберді. Бірақ бәрібір бұлшық уже қысқарған где-то 40-50%. Поэтому уже бұрынғы ұзындығына қайтып бүйтіп келе алмайды до конца, 0-ге дейін түсе алмайды. Ол тек қана өсіп қысқартады, қатты, потом түсіреді, бірақ түспейді ол до конца, потому что бұл жерде уже мышцы қысқарып қалған. То же самое, вот мына әженің түрін көрсек, мына апаның түрін көрсек, білмеймін бұл апалардың кім екенін, просто интернетте айтып қойын, ешкімді ренжітпейін. Мінеке, мына апашка вот маңдайын көтермей тұр, иә? Мына жерде кішкене бір бетіне макияж жаққан, фильтр қойып қойған, бірақ та көре аламыз кішкене әжімдер бар екен, иә? Мына қастың үстінде. Және де мінеке, апаның жасы примерно 50-ден асқан еді. 50-60-та шығар, наверное. 55 пен 60-тың арасы деп ойлаймын мен өзім. Мінеке, кішкене көтереді и түсіреді. Мінеке, мына маңдайға қараймыз. Вот сюда смотрим. Вот в эту область. Мына жерге қараймыз. Қарап отырсақ, мінеке, көтерді, ол қатты көтерді, иә? Вот мне уже көтеріп қойды уже мне. Уже дальше көтере алмайды бұл әйел деген. Көтере алмайды, просто уже дальше басымен уже істеп жатыр. Дальше уже головой двигает просто. Мінеке, ең көтеретін максимум осы. Мінеке, осы. И көтеріп болғаннан кейін түсіреді. Иә, мінеке, көтеріп тұр. Көтеріп тұр и түсіреді. Көтерді, түсірді.
До конца түсірген жоқ, мына жерде қарап отырсаңыздар. Я же вижу, до конца түсірген жоқ. Но көтерді. Көтере алады, бірақ до конца түсіре алмайды. Это очень забавно. И дәл солай, мына жүйенің түрін көрсек те, иә, мінекей қараймыз. То есть вот смотрим. То же самое, та же самая история. Вот қасын түйіп тұр. И вот здесь расслабила. Түйді, расслабила. Түйді, қасын түйіп тұр. И расслабила. Вот видите, как она расслабила. Неке түйіп тұр қатты, е? Бірдеңе айтып жатыр. И мына жерде түсірді. Бірақ түсіргенмен не істеген арасы қараңыздар, қандай аз, е? Уже мына қастың бұлшық еттері уже 60-70%-ға қысқарып қалған уже. Просто ол мінекей өстіп тұрып, өстіп қана түйіп тұрып, өстіп қана түсіре алады. Міне 100%-ға түйді. И қайтып 60%-ға дейін ғана түсірді, 60-ға дейін ғана түсіре алады. Уже все, уже қысқарып қалған. Дальше 0-ге дейін түсіре алмайды бұл әйелде. И так у всех. И вот здесь тоже смотрим. Мінекей беті қозғалмай тұр, спокойно, е? Кішкене көтерді. И вот уже қасының бұлшық еттері уже қысқарып қалған. Енді міне маңдайын қалай көтереді қасын. Міне максимум осы. И түсіреді. Тут барлық мышцалар бәрі қозғалған. Беттің де. Вот осы момент үшін не істегенмін. Мінекей. Міне көтерді, түсірді. И вот менің байқаған бойынша әйелдер өстіп уже көтереді дальше. И дальше көтерілмегендіктен уже басымен уже дальше вот так басымен двигает. Мінекей көтермей тұр, көтерді, көтермей тұр, көтерді. Кішкене ғана көтере алады, көрдіңіздер ме? Кішкене ғана. Көтереді и дальше түсіреді осыған дейін. Мінекей дәл осылай қатып қалады. Дәл осылай мінекей қатып қалады бетіміз деген. Просто Апашка что-то рассказывает, Ажешка. Вот. Носогубкілері әрине, носогубкілердің мышцы смеха, скуловой мышцы бәрі тартылып қалған. Бетінде әжім тұрандай артық кусочек. Әрине бұл енді мінекей маңдайындағы бұлшық ет мүлдем қозғалмайды. Мен айттым уже 85-тегі әжелер қозғалмайды деп мүлдем. Мінекей қозғалмайды мүлдем. Тіпті күліп тұрса да, әңгіме айтып тұрса да, ұйықтаса да өстіп уже қозғалмай қалады бұлшық еттер. Бұл уже соңғы стадиялары уже. Мышцы қатып қалған. И бондайға жеткізбес үшін мен айтамын, мышцаларыңды расслаблять етіндерді 0-ге дейін түсіріп үйреніңдер. Көтере бермей тек қана еще түсіріп үйрену керек. Мінекей мына жерде носогубка тұр, е? Мына жерде носогубка әжім тұр еріннің айналасында. И жас уақытта бұл байқалмайды. Жүре береді, я қыздар, мінекей бірінші әжім пайда болды. И бәрінде бар ғой деп жүре береді. Потом бұл деген асқынып, дальше, мына жердегі, я? Мына жердегі беттегі скуловые жаңағы мышцы смеха, я? Бет пен ауыздың арасындағы бұлшық еттер беттегі қысқара береді, жұмыс істейді, біз күле береміз. И дальше өстіп уже асқынып кетеді. Мына жерде уже артық тері көбірек болады. Әжім ярче становится, мына жерде кішкене білінбей тұрса, уже көрініп тұрады уже. Потом одан сайын көрінеді, мына жерде одан сайын не істейді, тартылады. И өстіп кете береді, асқына береді. Бұлшық еттер жұмысы жасай береді. Даже если вы думаете, это просто так будет стоять, да, все равно он будет двигаться, ваше лицо все равно будет двигаться. И нужно их расслаблять все время. Мінекей мына жерде қайтып көрсетейін. Мынау бұлшық ет, мына жерде қоңырмен белгіленіп тұрған, е? Қоңырмен белгіленіп тұрған ол бұлшық ет. Мынау, то есть мынау ол тері. Это кожа, сыртқы слой.
мынау сарымен белгіленіп тұрған ол май. Ал мына арасындағы қоңыр ол бұлшық ет. Енді мына екінші неде қарап отырсақ, мінекей бұлшық ет қысқарған кезде, мінекей мына жерде бұлшық ет ұзын болып тұр. Бұлшық ет қысқарды. Бұлшық ет қысқарған кезде ол мына май, тері бәрін қысып әжімге айналады мінекей. Бұлшық ет ұзын болса, тері де ұзын болады, май да бәрі өз орнында тұрады. Ал егерде бұлшық ет қысқарса, майда бәрі бұлшық ет қайда барады? Сол жаққа барады. Себебі майдың, терінің қозғалатын функциясы жоқ. Ол куда идет мышцы, туда идут и кожа, и жир туда идут. Мінекей қарап отқандарыңыздай, мынау боун деп тұр, сүйек, астыда ақпен белгіленіп тұрған. Бұл сүйек, бұл біздің череп. Ал мына жерде мына бұлшық еттің бір жаны сүйекке бекітілген, бір жаны теріге бекітілген. Поэтому қысқарған кезде біздің терін тартып алып кетеді. Поэтому мына бұлшық етті енді не істеу керек? Мінекей мына жерде көрсетейін. Мінекей мына қоңырмен белгіленген бұлшық ет, мынау тері, и бұлшық ет қайда қысқарады? Тері де сол жаққа барады. Это вот такой закон. Біздің теріміз солай устроено. Енді бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде мінекей енді шешімі қандай бұның? Бұл жерде мына қысқарып қалған бұлшық етті қайтып өзінің мына деңгейіне әкелу керек, өзінің ұзындығына. Массаж жасап, я вот предлагаю именно массажем делать все это. Қалған нәрселердің бәрі, бұл деген өтірік, ботокс деген нәрсеге, бұның бәрі временно, и ботоксты көп еге берсеңіздер, бұның өзінің ботокстың лицо болады сіздерде. То есть маңдайыңыз жыбырламайды, аузыңыз жыбырлап тұрады, то есть Голливуд жұлдыздарын бәрін көреміз ғой, ботокс дегендердің түрлері көрініп тұрады, ісініп тұрады. Ісіп кеткен болады. Ботокс су тартады сонымен қатар. Ботокс еккен адамдардың бәрі беттері ісіп кетеді мен байқауым бойынша. И ботокс деген ол бетке еуге арналмаған нәрсе, ол басқа нәрсеге арналған. И бұндай табиғатты алдай алмайсыңдар в том плане, что қаншама жылдап қысқартқан нәрсені бір күнде ботокспен еге салам дегенде бұл да бір хитрожопость дейді ме? То есть бұл да бір ондай болудың керегі жоқ. Табиғатты алдай алмайсыздар. И бұл жерде мына қысқарған нәрсені, жылдап қысқарған 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл бойы қысқартқан нәрсені сол біртіндеп жайлап созу керек. Бұлшық етті қайтып өз орнына әкелу керек. Және де операция істейтін болсаңыздар да, бұл да көмегі тимейді. Неге екенін мен өзім айтқанмын. То есть олар деген операция кезінде мына артық теріні кесіп алып тастайды, бірақ мына бұлшық еттің қысқарғаны, сол қысқарған күйінде қалады. Ешкім мына бұлшық етті ұзатып бермейді сіздерге пластикалық операциямен. Мына артық қалған мына жерге кожаны алып тастар, мына жерге май кожаны алып тастар, бірақ та тігіп. Бірақ мына бұлшық ет мысалға сізде уже 30-40% қысқарған болса, ол қысқарған күйінде сөйтіп қалып қояды, дальше қалған остатығына уже өмір сүретін боласыздар. Вот что я имею в виду, например, мінекей мынаған қайтып көшейік. Мысалға деген сіздер мінекей мына бүйтіп күлесіздер, мына мышцаны қысқарады. Мына жерде артық тері қалады, как будто. Мына жерде бірнеше мышцалар қысқарып қалған мына жерге тері артық қалғандай болады ол бетте. Бірақ та бұл жерде мінекей бүйтіп уже қысқарып қалды осыншаға. И дальше осы жерде қысқартып жатсыз, осы қалған остатықты өзі қолданып жатырсыз. Бұлшық етіңіздің қалған күшін, қалған ұзындығын қолданып жатырсыз. Уже оны қысқарып қалды, уже гипертонус болды. И өстіп қысқарған осы жартылай қысқарған кезде сіз хирургқа келесіз, жасыңыз 40-50 келген кезде мысалға. И мына жерде артық кожаны алып бер дейсіздер. Бірақ та ол мына жердегі артық кожаны алып қайтып тігіп береді сіздерге деген. Бірақ та тіккеннен кейін де сіздер осы бұлшық етпен өмір сүресіздер. То есть осынша міне қысқарды ма, дальше осынша қысқартып, өстіп күлесіздер, өстіп қалған бұлшық етті қолданасыздар, ал ол бұлшық ет күннен күнге қысқарады жылдан жылға. И бәрібір кәрі болып қаласыз. Бұлшық еттіңіз кәрі болып, дальше жыбырламай қалады. Хоть мына жерде әжімдер болмаса да, кішкене әжімдер азырақ болса да бетіңізде, бірақ мына бұлшық ет жұмысы қайтып мына жас уақыттағыдай ұзындыққа келмейді, нөлге дейін қайтып келмейді.
Вот неге күлесіздер именно жарты кожа қалып қояды, иә. Вот осындай айтып тұрмын неге. Бәрібір артық кожаны кескенмен де бұлшық не істемейді. Мінекей тіпті мына маңдайды қайта көтергеннен артық кожа көздің үстіне түседі деп айтқан жоқпын ба? Түседі артық кожа. Алып кесіп тастайды мына жерде кожаны. Мына кірпіктердің жанынан кеседі. Астыңғы жақты операция жасау үшін, үстіңгі жақты операция жасау үшін веки жақтан кеседі. Неге? Маңдайды көтере беріп қайта. Иә? Маңдай бұлшығы қысқарғаннан кейін қалған кожа міне көздің үстіне түсіп кетті. Кесіп тастауға болады мына жерде, осындай қылдырып, көздің астындағыдай. Бірақ та маңдайдың бұлшығы сол қысқарған күйінде қалады. Поэтому әртүрлі нәрселермен заниматься етпей, керек емес нәрселермен, иә, лучше маңдайдың бұлшығын қайтып нормаға келтіріңіздер. Мына қатып қалған, қысқарып қалған бұлшық етті, иә, қайтып өз ұзындығына келтіріңіздер. Мінекей гипертонус бұлшық еттің қайтып нормальный тонусқа келтіру керек. Сол кезде бәрі де өз орнына келеді. Көздеріңіз, маңдайыңыз бәрі өз орнына келіп, күшті болып, әдемі болып, жас болып жүресіздер. Осы ең дұрыс шешімі. Ал қалай массаж жасау керектігін бетке, енді ол миофасциальный массажды қалай жасау керек, иә, қалай бұлшық еттерге қалай ұзарту керектігін барлық ақпаратты мен өз курсым жайлы видеода айттым. Астыға сілтемесі қалдырып кеттім ол видеоның. Сіздер көп нәрсені түсіндіңіздер деген ойдамын бүгінгі осы видеода. Сау болыңыздар.